Егер сіз өміріңізде қазір қандай да бір мәселе болып тұрса, или өзіңізді бір жайсыз сезініп, бір қиналып тұрсаңыз, не істеріңізді білмей, не істеуім керек, өмірім жарқын болу үшін, бақыттырақ болу үшін деп, не істеріңізді білмей қиналып тұрсаңыз, денсаулықтан да, өміріңізден да неше түрлі проблема бар, балдардан неше түрлі жаңа жағдайлар болады, күйеуіңнің жұмысы жүріспей қалады, неше түрлі, әртүрлі жан жақтан неше түрлі проблемалар, қысымдар көбейіп кетсе, өзіңіз шамаңыз жоқ, әлсіреп тұрсыз, Аллах тағаладан сұраңыз, дұға қылыңыз. Аллах тағалам, көмектесші, мен әлсізбін. Мен бәрін жасап жатырмын, бірақ ешқайсысы болмай жатыр. Көмектесші деп Аллахтан өзіңіз бірінші тыныштыққа келіп, әр нәрсені шуынан арылып, жаңағы айналып тұрған сөздерден арылып, тыныштыққа келесіз. Тыныштық деген біреулер медитация деп айталады. Медитация істесеңіз де болады. Тыныштыққа келіп, өзіңіз жеке отырып, терең 3-4 рет демалып, назарыңызды алақаныңызға, назарыңызды табаныңызға, назарыңызды жүрегіңіздің соғысына, назарыңызды жаңағы ауаның кіріп шығуына, солай 3-4 рет бағалап, осылай назарыңызды солай бұрып тұра берсеңіз, миыңызда айналып тұрған сөздердің барлығы тоқталады да, и сіз жаңағы тыныштыққа келесіз де, и сұрайсыз Аллах тағаладан. Аллах тағала, не істесем болады, жолын көрсет, мүмкіндіктер ашып қой деп. Бәріне Аллах тағаладан қандай қиыншылық болып тұр, не істей алмай жатсыз, не шеше алмай жатсыз, соны Аллах тағаладан сұрайсыз. Сол кезде жауаптар келуі мүмкін, келмесе сұрап қоя салыңыздар, ертеңгісі күні келуі мүмкін. Ертеңгісі күні ол жаңағындай адамдар арқылы келуі мүмкін, біреу айтуы мүмкін, немесе бір сабақтар тыңдап жатсаңыз, сол адамдардың арқылы айтқызып қою мүмкін, сізге түсінік келеді. Сұрақтарыңызға сондай бір түсінік келеді өзіңізге. Ертеңгісі күні немесе ары күн әр адамдар арқылы сондай сұрағыңызға қарай жауаптар келуі мүмкін. Немесе сразу, немесе ертеңгісі күні, немесе 3 күннің ішінде келуі мүмкін. И сол тыныштықта тұрғаныңызда сол сұрағыңызды қоясыз. И жаңағы өзіңіз не армандап тұрсыз, не қалайсыз, точка Б-ңіз қандай нәрсеге жеткіңіз келеді, соны сіз қиялдайсыз. Соны как будто уже болған сияқты қылып қиялдап, елестетіп, соны сезінесіз. Уже болған сияқты қылып сезініп, соның бәрін уже болған сияқты көріп, сезіп, соны арманыңыздағы заттарды соны елестетесіз. И сол состояниеда ол қандай чувство сізде, қандай күй болып тұр ол жерде сізде? Жаңағы қуаныш, күлімсіреу, бақыт, сондай сезімдер сезіліп тұрса, сол сезімде біраз уақыт отыра тұрыңыз. 20 минут, 30 минут көбірек отыруға тырысу керек. Өйткені айтады ғой, состояние қандай, ішкі состояние, сыртқы состояние сондай болады. Бірінші біз ішкі состояниемізді өзгертуіміз керек, ішкі күйімізді. Содан кейін сыртқы өміріміз өзгереді. Сол үшін сондай медитация жасап, сондай сұрақтарыңыз қойып, мақсатыңыз, арманыңызды болған сияқты қылып елестетіп, сол состояниеға өтіп, қуаныш, бақыт, сондай күлімдеу деген сияқты соның бәрін сезініп, сол сезімде кішкене біраз уақыт отырып, сіз уже жаңағы кеңестікке соны жібересіз да, өзіңіздің жаңағы заказыңызды, жаңағы болайын деп жатқан, ол не үшін сізге келеді, ол арман мақсаттарыңыз не үшін ол сізге армандап тұр соны, өйткені ол өмірде бар, оған сіз жете алатыныңызды сезесіз, білесіз. Сол үшін ол өмірде болған үшін, сіз өмірде келетіне сіз өміріңізде болатындай жағдай сеніп тұрғаныңыздан кейін, ол сіз армандап тұрсыз да. Содан кейін сол кеңестікке сондай түсіп, соны қиялдап, соны жібересіз. И күнде осылай жасай берсеңіз, и сол сізге айтады, бірінші ішкі состояние, адамның ішкі өмірін өзгерту керек, содан кейін сыртқы өмір өзі притягивать етеді, өзі өзгереді деп. Сіз сыртты өзгерте берсеңіз, ішіңіз бәрібір жаңағы қорқыныш, стресс, депрессия, жаңағы уайым сонда бола берсе, сіз өміріңіз өзгертемін дегенменен бәрін жасайсыз, бірақ қолыңыздан ештеңе келмейді. Жасай бересіз, бірақ результат жоқ болады да, өзгерістер болмайды. Бәрін талпынасыз, жасап алдында жұмыс істеген заттардың бәрін жасап көресіз, бәрібір де отказ бола береді. Ештеңе болмайды, ештеңе өзгермейді, жаңағында бір результат болмайды да.
ойлағаныңыздай болмайды. Сол үшін бірінші ішкі күйді өзгертуіміз керек. Біз өзіміз шаттықта, бақытта, жоғары вибрацияда, көңіл күйіміз көтеріңкі, күшті болып жүрген кезде и өміріміз соған байланысты, соған қарай өзі не дейді, өзгере бастайды.